Баршаға сәлем, достар, қалдарың қалай? Менің каналыма қош келдіңіздер. Әр күніміз тек сәттілікке толы болсын. Достар, мен бүгін сіздерге үйде өте дәмді жаркойыны қалай өте оңай және дәмді дайындау рецептін, жасалу жолдарын осы видеоны соңына дейін көрсеңіз, осы видеода көретін боласыз. Егер сіз менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, онда қоңыраушаны басып тіркеліп кетуді ұмытпаңыз. Ал бісміллә деп, бізге ең алдымен ет қажет болады. Етімізді ірі-ірі етіп, бірдей кусоктарға бірдей етіп турап аламыз. Жаркойыны сиыр етінен де, қой етінен де жасай беруге болады. Өте дәмді, өте тойымды тамақтың түрі ғой. Содан соң бізге бір пияз, 2 чеснок керек болады. Пияздың жартысын осылай кесіп аламыз. Қазанда қызып тұрған майымызға осы 2 чеснокты және пиязды салып жіберіп, қуырамыз. Қызартып қуырамыз. Етімізді жуып осы қызып тұрған қазанымызға салып, етімізді де жақсылап қызартып қуырамыз. Қазанның астын жай қоймаймыз, орташа немесе қаттылау қойған дұрыс. Өйткені етіміз бәрі қып-қызыл болып қуырылуы керек. Содан соң қалған пиязымызды майдалап тураймыз. Қып-қызыл болып қуырылып жатқан етіміздің үстіне майдалап тураған пиязымызды салып, оны да осылай жақсылап қуырамыз. Содан соң бізге 2 сәбіз немесе 1 тал сәбіз жарайды. Сәбізді үрлеу осындай үлкендеу кусоктарға турап аламыз. Жақсылап қызарып қуырылып жатқан етіміз бен пиязымыздың үстіне турап дайындап қойған сәбізімізді салып, оны да жақсылап қуырамыз. Сәбізімізде жақсылап қуырылғаннан кейін тоз, бұрыш, дәмдеуіштерімізді салып аламыз. Содан соң бір кеседе су құямыз. Және осылай қайнап жатқан етімізді жарты сағатқа бұқтырып қалдырамыз. Қазанның астын жай қойып, етімізді бұқтырып, жақсылап жарты сағатта пісіреміз. Етіміз пісеміз дегенше картошкасын дайындап аламыз. Картошканы ірілеу етіп, осындай үлкен кусоктарға бөліп тураған дұрыс. Содан соң қазанымызға картошкамызды салып, томат салып, тұз бұзын көріп, аз болса тұз салып кішкене. Содан соң бір помидорды және болгар бұрышын турап салып, ең бетіне помидорды турап саламыз. Содан соң бір стакан су құйып, қазан астын қатты қойып, бір бықылдатып, жақсылап қайнатамыз. Осылай әдемі болып қайнағаннан кейін қақпағын жауып, жай отта 40-45 минутта пісіреміз. Міне біздің жаркойымыз дайын. Өте дәмді, өте тойымды, өте ерекше тамақ қой. Достар, рецепті осы видеоның астына описаниеге толық мөлшермен жазып кететін боламын. Достар, видеом ұнаса лайк басып, комментарий жазып кетуді ұмытпаңыздар. Менің келесі видеоларымды жіберіп алмас үшін каналға тіркеліп қойыңыздар. Рахмет, сау болыңыздар.